Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біздің каналда қазақ тілі 3 сынып 112 сабақ, есептік және реттік санесім. Сендермен бірге Майра апай әдеттегідей барлық тапсырмалар мен жаттығуларды орындауға көмектесетін боламын. Ал сендер лайк басып, подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Жарайды, балалар, тапсырмаға көшейік. 112 сабақ 39 жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Суға жүзу. Көлдің бетін иректеп қалқып жүрген үйрек көп. Інім тұрды қыңқылдап, жүзудағы үйреттеп. Көлдің үстін сызғылап жүзген қаздар ызғынақ. Құр қызықтап көрумен қайтамыз ба біз бірақ. Дәрменсіздік танытпай, үйретуден жалықпай, іні шегім екеуміз жүзсек дейміз балықтай. Әділғазы Қайырбеков. Өлең мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Мысалы, балалар мынандай сұрақтар қоюға болады. Інісі ағасына не үйретуді өтінді? Көл бетінде қандай құстар жүзіп жүр? Балалар осы жауаптарды жазып алыңдар. Суда жүзудің пайдасы қандай? Суда жүзудің пайдасы өте көп. Бүкіл бұлшықеттер қозғалысқа түсіп, дене шымыр болады. Қан айналымы жақсарады және артық салмақ тастауға көмектеседі. Суда жүзуді үйрену үшін не істеу керек деп ойлайсың? Су ішінде аяқ қолды қимылдатып, суды шалқылдату керек. Терең дем алып, демді су ішінде шығару керек. Бастапқыда жүзуге арналған тақтайшаларды пайдалану керек. Жүзуді тез меңгеру үшін аптасына 3 рет суға шомылып тұру керек екен, балалар. Өлеңді қарамен берілген сөздерді мағынасын сөздікпен біліп ал. Бізде балалар ызғын, дәрменсіздік деген қарамен жазылған мағынасы түсініксіз сөздерді кітаптың артында сөздіктен қарап алуға болады. Мысалы, ызғын бұл көп, дәрменсіздік әлсіреу, күш қуатын азаю, шарасыздық деген мағынаны білдіреді екен. 40-шы жаттығу. Есептік сан есімді реттік сан есімге айналдырып жаз. Бір қатар. Бірінші қатар. 3 орын. Үшінші орын. 9 мектеп. 9-шы мектеп. 6 сынып. 6-шы сынып. Бұл сан есімдерге сұрақ қой. Неше қатар? Нешінші қатар? Неше орын? Нешінші орын? Неше мектеп? Нешінші мектеп? Неше сынып? Нешінші сынып? Олардың мағыналық өзгешелігін айтып түсіндір. Олардың мағыналық өзгешелігі есептік сан есім заттың санын білдіріп тұр. Мысалға 1, 3, 9, 6 деген сияқты. Ал реттік сан есім заттың ретін білдіріп тұр. Мысалға 1-ші, 2-ші, 3-ші деген сияқты осындай өзгешеліктері бар екен, балалар. 41-ші жаттығуда өлең жолдарын ретін тауып жаз. Бізге балалар өлең жолдары шатасып берілген, соны ретке келтіруге тырысайық. Алып балалар бастадық. Ақ сүт берген анадай, сусындатар даланы, асыр салып баладай, зыр жүгіріп ағады. Тұрсын елеусіз ұлы екен. 42-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Жағдаятты оқып сұрақтарға жауап бер. Арман бақ ішінде келе жатыр еді, терек бұтақтарын сындырып жатқан балаларды көрді де тұрып қалды. Сұрақтар. Арман не істеді деп ойлайсың? Арман балаларға жақын барып, бақтағы теректер мен бұтақтарды сындырмаңдар деді. Олар бізге өте дәмді әрі пайдалы жемістер береді. Біз піскен жемістерді тоя жейміз. Сонда біздің қарымыз тойып, денсаулығымыз мықты болады деп түсіндірді. Арманның орнында сен болсаң не істер едің? Мен де Арман сияқты балаларға барып, өз істерінің дұрыс емес екендігін түсіндірер едім. Жарайсыңдар, балалар. Осымен біздің сабақ аяқталды. Сендерге сабақ түсінікті, жаттығулардың түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сендерге ұнаса, подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар, балалар.